Қазақстанда бейбіт шерулерге рұқсат берілмек. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бұл мәселені реттеу үшін арнайы заң қабылданады деді. Алайда үкіметтің негізгі мақсаты қоғамдағы қордаланған түйткілдерді алаңдағы наразылық акциялар арқылы емес, енді құрылатын қоғамның сенімін арттыруға бағытталған ұлттық кеңестің отырыстарында шешу. Басындағы мәселесін үкімет өкілдеріне айтпақ болып жиналған көп балалы аналар сайлау кезінде бейбіт шеруге шыққан наразы топ. Бәрі де арыз шағымы билікке жетпеген соң алаңға амалсыз шыққандар. Әлем елдерінің назарына ілінген осы жайттардан кейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев халықпен диалог жүргізетін ұлттық кеңес құруды тапсырған болатын. Бұл бастаманы бұған дейінгі комиссиялар сияқты уақыт өте келе аяқсыз қалады деп күмәнмен қабылдағандар да бар. Алайда сарапшылар бұдан ары қарай сөз бұйдаға салудың қисыны жоқ дейді. Самое страшное, что может быть. Ең қауіптісі, халықтың билікке деген сенімсіздігінің күн санап артып жатқандығы. Ары қарай жалғаса берсе, онда болашақтағы халық үшін пайдалы бастамалары да күмән туғызары сөзсіз. Яғни, қолдау таппай қалуы мүмкін. Сондықтан, осы кеңесте ең өзекті деген мәселелерге бағытталған халық пен билік арасындағы шынайы диалог болады деп ойлаймын. Мұндай ұйымның құрылатыны туралы еміс-еміс естіген қараша халық та бір өзгерістің боларынан үмітті сияқты. Азаматтар ұлттық кеңестің күн тәртібінде тұруы керектегі мәселелерді тізбелеп айтып берді. Тұрғылықты жай керек, орын керек, жұмыс керек. Жастардың жағдайы, баспана. Әсіресе көпбалалы аналарды, жалғызбасты аналарды қарттарға қарауымыз керек. Коррупциямен, мысалы, көресу керек. Алайда бірқатар сарапшылар осы кеңесті пайдаланып, ең алдымен екі мәселені шешіп алу керек деп отыр. Біріншіден, сайлау туралы заңдағы парламент депутаттары мен президенттік үміткерлерге қойылатын шектеуді алып тастау болса, екіншісі бейбіт шерулерді өткізуге қатысты өзгертулер. Будет разработан Жаңа заң қабылданады. Өз наразылығын айтқысы келген азаматтар тиісті инстанцияға өтініш тастап, оларға шеру өткізуге арнайы орын белгіленеді. Бұл заң қандай болады және қашан қабылданатыны туралы бәлкім жаңадан құрылатын ұлттық кеңесте талқыланатын болар. Алайда ол үшін ең алдымен кеңестің құрамы бекітіліп, жұмысын бастауы керек. Қазіргі басты мәселе кеңеске кімдердің мүше болатындығы. Әзірге іріктеу туралы еш ақпарат жоқ. Бақтынұр Әлбай, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр Сұлтан.